Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Мен Габбасова Индира Мұхаммед-Садыковна, нөмірі 17-ші мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Сәлеметсіздер ме, балалар? Көңіл күйлеріңіз жақсы деп ойлаймын. Бүгінгі сабаққа дайынсыздар деген оймен сабағымызды бастаймыз. Қалай ойлайсыздар? Бұл кімнің суреті? Дұрыс айтасыздар, балалар. Бұл Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов. Сонымен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Шоқан Уәлиханов Жоңғария очерктері. Сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен түсіндірме жұмысын жүргізіп алайық. Керуен. Ұзақ жолға сапар шеккен жолаушылар тізбегі. Емін еркін. Өз бетімен. Құрмет. Сыйластық. Шатыр. Үй, баспана. Тостаған. Ағаштан жасалған кішілеу дөңгелек ыдыс. 6-3-1-1. Мәтіндегі негізгі және жанама ақпараттарды анықтау, өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыру. Алдымен, балалар, Шоқан Уәлиханов туралы оқулықтың 140-ші бетіндегі 4-ші тапсырмамен танысып алайық. Менімен бірге мұқият оқып отырайық. Шоқан орыс жазушысы Федор Достоевскиймен дос болған. Ол 1847-1853 жылдары Омбыдағы кадет корпусында оқыған. Ғалым Жоңғария очерктері, қырғыздар туралы жазбалар, Ыстықкөл сапарларының күнделіктері деген зерттеулер жазған. Шоқан Уәлиханов дарынды суретші болған. Шоқанды әжесі тәрбиелеген. Шоқан 1835 жылы қараша айында Құсмұрын бекетінде туған. Шын есімі Мұхаммед Ханафия. Сабағымызды одан әрі оқыған мәтін бойынша ассоциация құрумен жалғастырамыз. Қайталап оқимыз. Шоқан Уәлиханов. Мұхаммед Ханафия. Құсмұрын. Әжесі тәрбиелеген. Омбыдағы кадет корпусы. Қырғыз туралы жазбалары. Ыстықкөл сапарының күнделіктері. Жоңғария очерктері. Дарынды суретші. Ғалым. Зерттеуші. Саяхаттаушы. Енді, балалар, Жоңғария очерктерінен алынған материалмен танысайық. Менімен бірге оқып отырыңыздар. Менің саяхатым 1858 жылы 28 мамырда басталды. Мен Жоңғарияда бірінші рет 1856 жылы болдым. Алғашқы Ыстықкөл экспедициясына қатынастым. Сонан соң аз дегенде Құлжада 3 ай тұрдым. Жоңғарияда барлығы 5 ай болдым. Алакөлден Тянь-Шаньға дейін емін еркін аралап шықтым. Бастапқы кезде біз Алтын Емел бекетіне дейін Алатау бөктерінің тамаша аңғарларымен жүріп отырдық. Айнала жайнап тұрған қызылды жасылды қызғалдақтар. Ұзын сабақты ақ ләйлілер. Керуен 25 шақырым жүргеннен кейін зәулім, биік бәйтеректің саясына немесе күміс жапырақты жиделердің көлеңкесіне аялдап отырды. Бір сапарда керуенге Жанғазы сұлтан келді. Ол шатырға семіз қаздай байпаңдап басып кірді.
Тыңдалған материал бойынша негізгі және жанама ақпараттарды білдіретін кілт сөздерді анықтап, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Мысалы, негізгі ақпарат 1856 жыл 28 мамыр. Жанама ақпарат қызылды-жасылды қызғалдақтар. Дәптерлеріңізге жазып алды деген сеніммен сабағымызды үзіндідегі ақпараттың дұрыс бұрыстығын анықтаумен жалғастырамыз. Ақпарат: мен Жоңғарияда бірінші рет 1858 жылы болдым. Дұрыс немесе бұрыс? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұл бұрыс ақпарат. Екінші сөйлем. Уәлиханов Құлжада 3 ай тұрды. Жарайсыңдар, балалар. Бұл дұрыс сөйлем. Айнала жайнап тұрған қызылды, жасылды қызғалдақтар, қысқа сабақты ақ ләйлілер. Әрине, бұл бұрыс ақпарат. Керуен 25 шақырым жүргеннен кейін зәулім биік бәйтеректің саясына немесе күміс жапырақты жиделердің көлеңкесіне отырды. Бұл да дұрыс ақпарат. Соңғы сөйлем. Бір сапарда керуенге Жанғазы сұлтан келді. Әрине, балалар, бұл да дұрыс ақпарат. Олай болса, сабақты қорытындылау мақсатында білім кемесіндегі қазыналы қорапшаны ашып, тапсырманы орындап, қазынаға ие болайық. Бірінші тапсырма. Шашыраңқы сөздерден сөйлем құрастырыңыздар. Әжесінің зерттеуші Уәлиханов тәрбиеленіп, шоқан қолында, кейін оқыған кадет корпусында омбыдағы. Дұрыс жауабы. Зерттеуші Шоқан Уәлиханов әжесінің қолында тәрбиеленіп, кейін омбыдағы кадет корпусында оқыған. Екінші тапсырма. Сөз тіркестерін сәйкестендір. Алакөлден, көлеңкесі, жиделердің, бекеті, Жанғазы, Тянь-Шаньға дейін, Алтын емел, Сұлтан. Алакөлден Тянь-Шаньға дейін, жиделердің көлеңкесі, Жанғазы, Сұлтан, Алтын емел, бекеті. Жарайсыңдар, балалар. Сіздер білім атты бай қазынаға ие болдыңыздар. Рефлексия бөлімін жүргізу үшін осы кемені жылжытайық. Егер сіз сабақты жақсы меңгерсеңіз, өз кемеңізді теңізге қарай жылжытыңыз. Егер сіз өз біліміңізге
сенімсіз болсаңыз, яғни дұрыс түсінбесеңіз, кемені жағалауға қалдырасыз. Үй тапсырмасы. Жағдаят. Балалар, сіздер Шоқан Уәлиханов секілді саяхатқа шықтыңыздар. Қайда барып, не істер едіңіздер? Мұғалімге хат жолдап, электронды поштасына жіберулеріңіз сұралады. Осымен, балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.